Айда, қара, қалай? Жап-жылтыр қып жуып қойдым. Енді айна орнына қолданса болады. Арман, кел отырш. Қара. Бұл не? Презентациялық журнал. Жаңа мектепке барып ол болсын әпкеге шығарып алдым. Айда, қыз келіншектерге арналған топтама. Жақсы? Ол болсын әпке көмектестім. Ол болсын әпке? Керемет екен. Ашып көрсеңші. Мына көйлектер бұрынғы коллекцияңда жоқ еді. Мына етек жеңі ұзын жақсы стиль екен, Ауылға келгелі талғамың да өзгеріп жатыр. Жаңа коллекция. Шығыс пен модерннің синтезі. Ой, қосындысы. Ой, олары да бар екен. Оларды апамнан сұрап алдым. Ойы керемет жарасып тұр. Аз да емес, көп те емес, үйлесіп тұр. Қалай бизнес жоспарың? Бұл бизнес жоспар ма? Не жай журнал деп ойласам? Қайдағы жай журнал? Өзің айттың ғой өткен жолы. Халат, көйлектерді тігіп, осында сатылымға шығаруға болады деп. Жаным, мен жай айта салып едім оны. Сен кәдімгідей кірісіп кетіпсің, Мықты, мықты. Мен жақсы идея екен деп күндіз-түні эскиздер сызып әуре болып жүрсем, жай айта салып едім дейді ғой. Айда. Осының бәрі керек бола ма? Әрине. Ауылдың сыртына бара жатқан жоқпыз ба? Дайындап шығу керек қой. Жүрсін, мен скаут лагеріне бармадым деп ренжіп жүрсем, ауылда да қызық жерлер көп екен ғой, Әрине. Бірақ сен дүкен жақта қыздармен скалка ойнағанды қоятын шығарсың. Енді күлкілі, сол үшін күліп жатырмын. Мен сен нағыз жігіттер баратын жерге апарам. Кеттік. Мен дайынмын. Жерсіңте тұрш! Амансыз, апа. Амансыз ба, апа? Алан, тез жүрш. Мені дөңгелек дұрыс болматса. Айда ренжімеш енді. Айда, жаным. Айда, бұл бизнес жоспарды босқа қалдыруға болмайды. Керек десең бірге отырып, есептейік. Қанша қаражат керек, кірісі бар, шығысы бар. Сол кезде нағыз бизнес жоспар болады. Қазір мен жазатын қағаз алып келейін. Не yok кеттім? 2500 көбейту 50. Шығынын есептесең, қайдағы жоқ нөлдер пайда бола қалады. Кірісін есептесең, бұндай сан мүлде шықпайды. Біраз қаражат керек екен, Жаным, мүмкін анау. Алатын заттардың санын қысқартамыз. Мысалы,
Сен 4 тігін машина деп жаздың. Оны 2-ге қысқартайық. Енді екі жақтан сырылдатып тігесіңдер. Мүмкін сен апамның қол машинасымен зырылдатып тіге сал дейтін шығарсың. Енді. Арман, ол брендтік киімдер. Оған шетелдік тігін машинасы қажет. Және біреу емес. Әйтпесе өнбейді ол. Енді отырайық сол күніне 3 халат тігіп. Несі бизнес болады оның? Жаныма енді түсінем, бірақ енді мынандай қаражатты қайдан табамыз? Жаным-ау, мүмкін қалада жұмыс істеп тұрған сән үйлеріне барамыз. Е? Сенен идея. Олардан тігін цехымен жұмысшылар. Дұрыс айтасың. Қазір ең құнды зат ол идея ғой. Шетелде жұмыс істеген тәжірибең бар. Сертификаттарың бар. Иә. Ұсыныс жасасаң, мен деген сәнгерлер қарсы болмайтын сияқты. Дұрыс. Қалаға барып олармен сөйлесіп көру керек. Кімдер бар еді өзі? Қазір мен сайттарын ашып мекен-жайларын алып көрейін. $1 миллион тұратын идея айтып жатырмын. Егер бизнесің жүріп кетсе, есептесеміз ғой шіркін. Біздің Арманның басы Билл Гейтстің басынан еш кем емес. Мүмкін сәті түсіп болып қалар, иә? Талаптанып көру керек. Менімен бірге қалаға барасың ғой, иә? Қалаға бар. Қасыңда жүруім керек пе? Әрине. Мен енді бұл жақты дұрыс білмеймін ғой. Жалғыз өзім не бітірем? Қызықсың ғой. Жаным-ау, мені сән әлемі, көйлек халат дегендерге араластырмай қоясың ау деймін. Жоқ, жаным-ау, енді бүкіл ауыл айтып жатыр. Әне, әйеліне тамақ жасап береді екен. Кофе дайындап береді екен деп. Түсінікті болды. Жай құрғақ сөзбен ғана екен ғой сенің көмектесуің. Рахмет. Айда, енді шетелде болса көмектесер едім. Енді біз ауылдамыз ғой. Одан кейін тағы айтады, әне, әйелмен бірге көйлек сатып жүр екен деп. Қойшы. Енді жалғыз өзім қалай бітірем бұның бәрін? Мен білем саған кім көмектесетінін. Келдік. Шіркін, аулада, көлеңкеде, нетбукты қосып, FIFA ойнап отырған дұрыс еді. Қазір қызығына кірген кезде өзің ақшашағанды ұмытып қаласың. Сен мұна тұрған жер деп едің ғой? Е, мұна тұрған жер. Жүр кеттік. Бәрін үйрендім. Бірақ сендердің өлшем-бірліктерін түсіну қиын екен. Мұна тұрған жер деген 10 шақырым. Кез келем деген 2 сағат. Қойсын. Шыға аласың ба? Әлде көмектесейін ба? Жоқ. Міне, жеттік. Айттым ғой саған жап-жақын деп. Сенбейсің маған. Бала қайда жүр? Неге тамағын ішпейді? Аланмен бірге ойнап жүр. Балық аулаймыз дей ме? Қармақ дайындап жүрген. Балық аулағаныз? Мынау ауылдағы көлшік қой, несін уайымдайсың? Ауылдың ішінде де ойындар көп қой, сол сырттан келген бала анау. Бірдеме көрінсе тағы бәлесіне қаламыз. Сон жолатпашы көлге. Балаңның істеп жүргені ғой. Анау алыстан келгесін өзінше көңілін аулап жүрген. О, Самарқанның палауы. Осы тағамын жақсы көремін ғой. Әкел қасық. Осы сенің палауыңа жететін тағам жоқ.
Ол болсын айтам өзіміздің. Палаудың өзіне картошка қосады ғой. Болды. Келіп қалса естіп қалар. Мұқаш, осы уақытқа дейін жұмыстың ыңғайы болса деп айтып жүредім ғой. Сол ыңғайы келіп тұр. Қой, не жұмыс ол аяқ асты? Аида келін, сәнгер ғой. Сол осында өзінің сән кәсібін ашпақшы. Келін айтым да? Иә. Енді сен неше жылдан бері үй шаруасымен отырған адам, енді ол бірден сән салонына қандай қатысың бар енді? Мысалы, өзің әлі осыңға дейін көйлек тіккен жоқсың, мен күймен өзін бір ұмытесің. Өзі келді де маған, ұлту әпке, жұмыс барсын жоспарлап қойдым. Маған келіп көмектесіңізші, жалғыз өзім үлгермеймін деп. Енді ол өзі дизайн, пішу, тігу жағын жасайды. Ал мен ұйымдастыру, сату жағына көмектесем. Енді былайынша айтқанда директорлық қой. Құтты болсын директорлығың. Бірақ бір нәрсені түсінсеңші. Ортақ кәсіп ашқаннан кейін ортақ ақша шығарасың. Көлігіміздің ақшасынан әлі толық құтылмадық қой. Ойласаңшы сен. Бірдеңе айтса осы. Сенен кім ақша сұрап жатыр, а? Жоқ, енді түсінсең, сол басында ол күліп, бәрі қуаныспен басталады. Сөнің кейін ғой, ар жағында. Сенен мұнша ақша кетті, менен мұнша ақша шыққан. Осы кездерде өзің болмадың жұмыста. Мынаның... Мұқаш қош болды. Бір әйелім кәсіп ашайын деп жатыр деп, өмірі бір жылы сөзіңді қимайсың ғой. Бір қараспан төндіресінде тұрасың. Мен ғой осы, сен жаңа жұмысқа орналасайын десең, қолдап, жаным ашиды. Мен қайтып қаласың деп отырмын. Көңілің де қайтып қалады, өзің де қайтып қаласың. Енді сен ойлап отырмын ғой, жаным ашып. Енді отырайық онда. Тіршілік жасамаймыз ба? Кім қайдан бірдеңе алып келеді екен деп. Ана үлкен кісілер айтып жатады ғой телевизордан. Кәсіп істеңдер деп. Жоқ, кәсіп істеңге, мен саған істеме деп жатқан жоқпын бұл жерде. Сен түсінсеңші. Әр адамның өзінің жеке кәсібі болу керек. Ол өте дұрыс. Оны қолдаймын. Бірақ кішігірім кәсіптен бастаған дұрыс. Баспалдақпен көтерілу керек. Түсіндің бе? Мысалға, міне Гүлғайша алысқа кетпей қой. Сүтін сатады, айран сатады. Қанша сатып, қанша ақсап жүргенін мен білемін ғой, жақсы білемін ғой. Жолдан ана ары бері өткенде бастауға тоқтаймыз. Бастауда не істеп жүрсіңдер екеуі? Гүлғайша сүт сатады. Ана бастаудың таза суын аламыз, сүтке. Жолдары бар ғой енді, білем ғой мен. Мұқаш, сен менің күйеуім болып маған сенбесең, басқа жұрт не демейді? Тек аяғымнан шала бересің. Айтшы, өмірі менің жолымды жабасында жүресің. Қашан бір мені қолдайсың? Көресің әлі, Мұқаш. Мен өсемін. Осы кәсіпті саған ерегіскенде ашамын. Сосын жүресің менен кешірім сұрап. Ұялмай. Осы әйелдер не әдетте бірдемені бастаса қоймайды. Айда мына үшеуі жақсы, Ал, мен дайынмын. Мен де дайынмын. Мекен жайларын, телефондарын тауып қойдым. Кеттік. Мұқаш жездем ауданға дейін жеткізіп салмадың ба? Ой, қош соны. Оның көлігі таспақа ұқсап жүріп болмайды. Онымен жететін болсақ түн болады ғой. Ана бизнесмендер ұқсап такси жалдап, артында еркін отырып бармаймыз ба? Болашақта енді Dolce Gabbana сияқты үлкен компанияларыңыз болғанда, жекеменшік жүргізушілерің де болады. Аузың амай. Міне, осындай жақсы сөйлеу керек қой адам деген. Кім білет? Ау ертең үлкен компания болып жатсақ, армандай берейік те. Атын не деп қоямыз? Ұлту әнд Аида деп қояйық. Міне, керемет атау. Аида әнд ұлту деп қояйық. Мен көмекші болғасын, атым екінші тұрса да болады. Енді жоспарларыңыз мықты. Бірақ енді осылай армандап отыра берсеңіздер, ай, бүгін қалаға жете алмайсыздар ау.
ой Иә, дұрыс, тездеткеніміз дұрыс. Апам қыдырып кеткен, келем дегенше үлгерсек жақсы болар еді. Сіздер қалада шаруаларыңызды жақсылап бітіріп алыңыздар. Мен осы жақтың тірлігін өзім бітірем. осылай қолдау керек қой адам деген. Қараспан төндіріп. Кеттік айда. Кеттік, жақсы. Жарайды, жолдарыңыз болсын. Рахмет. Бизнес жоспарларының не болатынын білмеймін. Бірақ енді тәтті болғандарың бір біткен іс болды. Апа, қалайсыз? Қалай барып келдіңіз? Жақсы. Шаршаған жоқсыз ба екенсіз? Шаршаған жоқпын, ауыл іші ғой. Әгі алан жанға бағана жүрді бен бармайым деді. Шұғыл шаруам бар дейді. Қайдағы шаруа? Ол енді әбден ауылға үйреніп алды, апа. Үйде отырғызып ұстау қиындау болады. Енді оны қамап ұстамаймыз ғой. Бірдемеге ұрынып қалмаса болды. Жоқ, апа, ештеңе болмайды. Арман, Апа, ауылға үйрендіңдер ма? енді өзім өскен ауыл ғой. Шетелде оқыдым деп, енді жатсын кетпеймін ғой, апа. Сөздің төркіні ғой. Келін үйренді ма дегенім ғой. Осылай тікесіне неге айтпайсыз, апа? Енді қазақтың сөзі ғой. Мойнын мұхиттың ар жағына былай созып тұрған жоқ па? Әне қайтып, апа, салыстырулар. Қысқасы, ана келініңіз осы жақта кәсіп ашсам ба дейді. Мына сіздің сөзіңізбен айтқанда, мына мұхиттың ар жағындағы төркіндерін ұмыта бастады ау деймін. Жақсы ғой. Бірақ енді қалай болар екен? Жарайды, апа, мен суға барып келемін. Отыра берсеңіздер болады. Тұра береміз. Индира, Тыңдап тұрмын, Берік Әбдішұлы. қонақтар кіре берсін. Кіре берсеңіздер болады. Иә. Индира, Тыңдап тұрмын. маған бір капучино, сіздерге? Маған бір американы болса. Көкшей бар ма? Индира, осыларды әкеле ғой. Көк шайды ұмытпа. О, асықпа. Тарт! Жем жеп кетті, әккі балық екен. Тағы да сол, бәрі ұстамай қоймаймыз. Тамаша, керемет. Жарайсың? Өткенде Аида жай тіге салған ғой халаттарды. Бүкіл ауыл шулап жатыр ғой. Әлі күнге дейін хит болып жатыр. Мынау менің шетелде сән саласында жұмыс істеп жүргенде алған сертификаттарым. Сіз дайын тұрған
Дизайнер екенсіз ғой? Рахмет. Енді сізбен біз болып Аида брендімен көліктер шығарсақ. Көріп тұрсыз ғой, оригиналды эскиздер. Сонда брендтің аты Аида деп айтқыларыңыз келіп отыр ма? Иә. Берік Исмаилов дегенде брендте жаман емес сияқты ғой. Жоқ, Аида деп қала берсе жақсы болар еді. Осы елдің бәрі ойлайды. Қазақстанда сән саласы игерілмеген деп. Бұл салада дамып қойған әлде қашан. Сенің атың Күлпаш бет? Ұлту менің атым. Ұлту көк шайдан алдырайын ба? Жоқ. Рахмет. Солай, қыздар. Аида. Өзіміздің жаңа линияларымызды тігіп, қол тимей жатыр. Келесі айда Миландағы Fashion Weekке барамызда. Айтпесе, жалпы эскиздер жаман емес. Түсінікті. Қабылдағаныңызға рахмет. Эскиздерді қалдырып кетсеңіздер де болады. Егер не қылса, қыздар хабарласады ғой. Не қылса? Қыздар хабарласын. Енді жақсы екен. Бірақ сіздің стиліңіз менің сән үйімнің бағытына сай келмейді. Sorry, Аида. Менің аттасым екенсіз. Сәттілік тілеймін. Уақыт бөлгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сізге де сәттілік. Сау болыңыздар. Алло. Аида, ой жаным қалайсың, мен ғой Берік. Ой, Берік, сәлеметсіз бе? Маған мынау бір екі дизайнер келді эскиздерімен. Сол біреу дизайнер, екінші бір топ-томпақ бір келіншек. Олар бүгін маған да келіп кетті. Аида, абайла, конкуренттер өсіп жатыр мінекей. Айтпа, Берік. О, біздің балықшылар келді. Қалай, олжалы болдыңдар ма? Жоқ. Балық көп, бірақ қармаққа бір балық ілінбеді. Аңшының кешкенін сүйін деп сендер бір үлкен жайынды сүйрет алмай келе жатыр екен десем. Жарайды, ең бастысы талап. Апа. Бүгін қармаққа еш нәрсе ілінбесе келесі жол ілінер. Қолдарын жуыңдар. Арман, жүр. Апа, бұл балықшылар енді жағдайды түсінікті. Бірақ ана сәл әлеміне кеткен шортандар. Сен шетелде оққан дизайнерсің. Мықты бәсекелес болып кетеді деп сескеніп отыр олар. Кішкене қолдау білдірсе, ары қарай өзіміз алып кететін едік қой. Бәрі келісіп алғандай, жоқ деп. Ай, кім біледі? Келісіп алған шығар. Бұл қаланың адамдарынан бәрін күтуге болады. Қайырлы кеш, не тапсырыс бересіздер? Маған шай шеге. Сүтпен шекші? 2 кесе, жоқ, 1 шайнек шай, сүтпен, сосын 1 тирамису беріңіз маған. 1 тирамису. Рахмет. Жақсы, сізге? Маған да 1 тирамису беріңіз.
Болды ма? Ойбай болмағанда бір тамаққа тоятын шығармыз. Әлде мені қомағай деп ойлап тұрсыз ба? Иә, осыларды әкеле қойыңыз. Жақсы. Ас мәзірін. Күшті отырмыз, иә? Қандай керемет. Иә. Маған мейрамханаға барған ұнайды. Қалаға келгенде ылғи барамыз ғой. Мына жердің түс кездері де әдемі екен, Әдемі. Айда, уайымдай бермеш. Сол тігін цехында, сән үйінде өзіміз ашамыз. Өзіміз? Иә? Брендтің атын Айда деп қалдырамыз. Оған көп ақша кетеді, қиын болады, Толту әпке. Ай, біз үлкен әулет емеспіз бе? Барлығымыз жабылып қосылсақ, асарлатсақ, одан да үлкен іс бітіруге болады. Ас болсын. Рахмет. Әлде сен асардың не екенін білмейсің бе? Інім, ас мәзірін бере тұршы. Тағы да бірдеңе алайын деп едім. Мынаған тоймайтын сияқты. Ал. Рахмет.